Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен сағат тілі бар ғой, сол анау недегі стенаға іліп қоятын сағаттар, стрелочные часы дейді, стрелкасы бар. Сол 2 минуттық сағаттық тілдердің арасындағы бұрышты анықтайтын есептер шығарамыз. Механикалық сағат 08:00 көрсетсе, екі тілшенің арасындағы бұрышты анықтаңыз. Яғни, міне сағат. Бізде осындай кезде суретін салып алыңыз міндетті түрде. Ол есептің формуласын білсеңіз де, анаусын білсеңіз де, суретті салып алсаңыз, бұл сізге қалай айтсам екен, внимательностьіңізді арттырады. Так, мына жерде бізде 8 сағаттық тілшесі кішкентай болады, минуттық тілше. Бұл 12-де тұр. Яғни ровно 8 ол сағат. Енді қараңыз, осының арасында бұл дәлме-дәл мына жердегі неде тұр? Мынау да дәлме-дәл 12-де тұр да. Енді бізде жалпы сағатта неше минуттық мынандай не бар? Бөлік бар. Ол барлығы 160 градус, ол 60 бар, 60 минут дейді. Бір круг айналған кезде 60 секунд дейді. Сонда 60 мынандай қадам бар екен. Енді 360-қа 60-қа бөлсем, мен осы екеуінің арасындағы нені анықтап аламын. Градусты. Мына екеуінің арасында ол бір жүрген кезде сағаттық тілше, мысалы, мына жерден 12-де тұр, сосын 12-ден 1 минут тұрады осылай. Сол арасында бұрыш 6 градус екен. Келесісіне. 1 минут или 1 секунд өткен дегенесіне. Енді қараңыз, сол кезде мына жерде 1 бар, мына жерде 2 бар, мына жерде 3 бар дегенде, мына жерде 9 бар, мына жерде 6 бар. Енді мысалы мұнда қанша бар енді 8 мен 12-ның арасында? Негізі 20 минут бар ғой. Демек осындай 20 бөлік бар десек болады. Сонда 20-ны 6-ға көбейте саламын, қанша болады? 120 градус болады. Енді мына минутпен айтатын болсақ, осының арасында 20 бөлік бар, немесе 20 минут бар. Сонда 20-ны 6 градусқа көбейтсек 120 болады екен. Келесі, сағаттың секунд тілшесі минут тілшесіне неше есе жылдам қозғалады. Мысалы, бір сағатта неше секунд бар? Бізде сосын мынандай ғой, 3600 не бар, бірақ ол 3600 есе жылдам қозғалады деген сөз емес. Қазір соны түсіндірейік, не екен. Мысалы, бізде сағат 12:00 болып тұрсын, или 6 болсыншы, кішкене ыңғайлырақ. 6. Енді бізде 1 сағат жүрген кезде ол 6-тан 7-ге дейін барады ғой бүйтіп. 1 сағат жүрген кезде 5-еу жүреді мынандайдан, дұрыс па? Ал не болса ше, секундтық тілше ол неше рет жүреді? Ол мына 1 круг айналған кезде 1 минут, осыма 60 рет айналады. Демек 60-ты 60-қа көбейтеміз, ол 3600 бөлік жүреді. Солай ғой? Сонда 3600-ді аламыз да 5-ке бөлеміз. Қаларсыңыз. Так, 3600-ді 5-ке бөлсек, бұл жерде так, анау 60-тен 3600 жүреді, мынау 1 сағатта 5-еу жүреді. Балар, мен сағатты есептеп кеттім ғой. Сағаттың секунд тілшесі минут тілшесінен дейді. Бұл жердегі тағы, бұл есептен алатын тағы бір кейсіміз, сіздердің көп не қылатын жасайтын қателіктеріңізді байқауға болады, ол невнимательность, яғни сағатты есептеп кеттім да, есептеп қарасам шықпай тұр. Демек, бұл жерде бізде минут сұрап жатыр екен. Минут болса, ол 1 минутта 60 рет айналады, дұрыс қой? 1 минутта 60 бөлік жүреді. Демек, мынау бізде мысалы 12-де тұрса минуттық тілше, сосын 12-ден кейінгі мына жердегі келесісіне барған кезде секундтық тілше бір нені айналып өтеді. Демек, ол 60 есе жылдам деген сөз. Түсінікті? Ал жаңа жерде секундтық тілше сағаттық тілшеден қанша десек, ол 120 есе жылдам екен. Кеттік ары қарай. Сағат 21:12 көрсетіп тұр, қанша минуттан кейін түн ортасы болады дейді. Енді бұл жерде есептей салу керек. Енді 21:12-ден бастап 24:00-ге шейін ғой. 21:12-ден 23:12-ге шейін қанша бар? 2 сағат бар, 2 сағат бар. 2 сағатқа плюс нешені қосамыз? Ар жағында 23:12-ден 00:12-ге шейін 48 минут бар. Сонда мынау менде 120 минутты береді, 120-ға 48 қоссам 168. Ешқандай қиындығы жоқ, Енді келесі, механикалық сағат 10:00-ге екі тілшенің арасындағы бұрыштың арасындағы кіші бұрышты анықтаңыз. 10:00-ді көрсетіп тұр екен. Так, мына жерде 10 болсын бізде. Мына жерде
12 болсын. Кішкене кіші қылып салайықшы. Енді бұның арасында қанша бөлік бар бағана айтқанымыздай? Бұл жерде ровно, неше 10 бөлік бар. Бір бөлікке 6 градус дедік қой. 6-ны 10-ға көбейте саламыз, болды 60 градус болады. Суретте электрон сағат көрсетілген, балар бұл жерде андай ғой, биылда кездескен сағат тіліне қатысты есептер шығарып жатырмыз. Сондықтан кішкене тақырыпта андай не бар, арасында бұрыш бар, одан кейін қанша минуттан кейін 12:00 болады деген сияқты есептер болып жатыр, Енді қанша есеп көп. Суретте электрон сағат көрсетілген, кем дегенде қанша уақыттан кейін электрон сағаттың цифрлары бірдей болады. Келесі цифрлар бірдей болатын уақытта кекші ол қандай? Мысалы, көп оқушы осы жерді бүйтіп қояды. Бүйтіп ойлайды. Бұлар келесі жаңағыдай ровно 11 болатын уақытқа шейін деген жоқ қой, есептің шартында. Цифрлары бірдей болу керек. Цифрлары, значит, 11 болу керек, та? Түсінікті? Енді, мысалы, менде қазір не істесек болады бұл жерде? Бұның енді оңай әдісін айтатын болсақ, мынаны 11:00-ге шейін есептеп алайықшы. 11:00-ге шейін қанша бар? 56 және 03 бар. Дұрыс па? Екеуін қосатын болсақ, осындай сан шығу керек. Енді 56 минут 03-ке енді 11 минут 11 секундты қоса саламыз. 11 минутты қоссам 67 минут болады. Оған 11 секундты қоссам 14 болады. Неге олай жасадық? Өйткені 11:00-ге шейін толтырып алдым ғой мен. 11:00-ге шейін толтырып алдым. Енді ары қарай маған 11:11:11-ге дейін келтіру керек, та? Сонда 11 минут 11 секунд не істеуім керек екен? Қосуым керек екен. Сонда 67-те 14 болады. Енді бұрышқа байланысты тағы бір есеп шығарып жіберейік. Механикалық сағат 5:47-ні көрсетсе, екі тілшенің арасында кіші бұрыш табамыз. Суретін салайық. Бірінші қай тілді салып алған дұрыс екен? Сағаттың тілшесін салып алған дұрыс. Так, мына жерде 5 болса, 47 болған кезде ол сағаттық тілшелер жылжиды. Осы жерде ұзын салып қоя беремін осыны. Одан кейін 47, мынау жерде 45 бар бізде, 47 деген осы жер. Аны ұзын сала берсек болады. Енді осының арасында бұрыш табу керек. Біз мысалы 6-тан 9-ға дейінгі арасы, оның қанша градус екенін білеміз біз. Мынау енді 15 минут, 15-ті 6-ға көбейте салам, 15 бөлік. Мынаған дейін даже санасам болады, 17 бөлік. 17 бөлік, мына жерден бастап 17 бөлік. Өйткені 6 мен 7-ның арасы 5 бөлік қой. Екі жаңағы санның арасында 5 бөлік бар. Демек 6 мен 9-ның арасы 15 бөлік. Одан кейін тағы 47-ге дейін, 45, 47-ге дейін 2 бөлік қосам, 17 болады. 17-ні 6-ға көбейтейін. 102 градус болады. Келісеміз ба? Енді қараңыз, 102 градус, мына аралықтың қандай бөлігіне шейін жылжиды? Осы жердегі мынау қанша градусты береді мына жағы? Бұл жерде жаңағыдай бір бөлік, екі бөлік деп айта алмаймыз. Сондықтан біз бұл жерде мынау минуттық тілше 60 минут қой бір сағатта. Бір сағатта 60 минут. Осы 60 минуттың қандай бөлігін жүрді минуттық тілше? Ол 60-тан 47-сін жүрді. Келесіз ба? Енді мына жерде 5 бөлік бар. 5 пен 6-ның ортасында 5 бөлік бар. Енді соның 60-тан 47-сі қанша болады ол? 12-ден 47 болады, 12-ден 47. Сонда мына 12-ден 47-сіне жүрді, немесе 3,12-ден 11. Қандай бөлігі қалды мұнда? Мұнда қандай бөлігі қалды? Ол үшін 5-тен азайтып тастаймын. Өйткені 5 пен 6-ның арасы 5 бөлік. Сонда 5-тен 3,12-ден 1-ді алсам, 1,12-ден 11 шығады екен да. Енді бұл жерде бізде осыны не істейміз еді? 6-ға көбейте саламыз. Өйткені 1 бөлігі 6 ғой. Ол 12-ден неше болады? 23 болып кетсін. Соны 6-ға көбейтем. Сонда қанша болады? 11,5 градус болады. Сонда мынаған оны қосатын болсам, сонда қосатын болсам 113,5 градус болады екен. Түсінікті ме?
Так, барлығын дұрыс есептедік қой, ал 17-ге 6-ны бөлсек 102 болады. Мына жерде 11,5 градус қайдан шықты? Өйткені барлығы 30 градус та бұның. Барлығы 30 градус. Солай ғой. Енді 30 градустың, былайша айтқанда 60-тан 13-ін тауып жатырмыз ғой біз. Сонда оны табатын болсақ, 6,5 болады екен. Так, 6,5 болады. Өйткені мұнда 2 қалады. 6,5, 108,5. Так, қазір 60-тан 13 бөлігі 6,5 градус дегенге келе ма? 5-тен 1 бөлік 60-тан 13. Мына жерде қате кетіп қалыппыз. Қай жерде білесіз ба? 3,12-ден 11 болады ғой, мынау. Осы жерде қате кетіп қалыпты. Демек, мына 12-ден 11 болса, мына жер 12-ден 1 болады. Сонда мына 12-ден 13 болады. Мен просто тексере салдым ше есебімді. Типа, мына 5 пен 6-ның арасы 30 градус қой. Сол 30 градустың 60-тан 13-ін жүрмей тұр ол. 60-тан 47-сін жүріп кетті. Бізге керегі мына бұрыш. Кіші бұрыш деген сол. Сонда 6,5 болса екен мынаған. Сонда 6,5 болсақ 108,5 градус болады. Балалар, енді осы тақырыпқа қатысты сіздерге тест тапсырмалар беріледі. Соны орындауға сәттілік тілеймін.